Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен кәді қосылған осындай пайдалы да дәмді котлет жасайтын боламыз. Кәдінің дәмі тіпті сезілмейді, сондықтан қорықпай жасай беріңіздер. Орташа 3 дана кәдіні жуып тазалап, оны үкіштен өткізіп аламыз. Содан кейін жарты шай қасық тұз салып, араластырып қоямыз. Осы орайда кәдінің қандай минералдарға, витаминдерге бай жағын айтып кетейін сіздерге. Ол яғни темірге, марганец, фосфор, цинк, клетчаткаға бай, сондықтан рациондарыңызға қосып жүріңіздер. Кәдіні араластырған соң жарты сағатқа қалдырамыз. Оған дейін бір дана сәбізді үкіштен өткіземіз. Достар, көріп отырғандарыңыздай, тамағымыз пайдалы заттарға толы, сондықтан каналымнан алыстамай, соңына дейін көріңіздер. Ендігі кезекте пиязды ұсақтап тураймыз, оны жақсылап қуырып аламыз. Достар, осындай пайдалы да дәмді рецепттерді жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыз. Осылай пиязды қуырып жатқанда шым-шым қан салса, пияздың дәмін одан сайын ашады екен. Бізде қалыспай қосып қояйық. Пиязымызды сарғайғанша қуырып, бір шетке қоя тұрамыз. Сарымсақ пен ас көксіз тамақтың дәмі кірмес, ендеше оларды да ұсақтап турап аламыз. Көкөністерімізді аршып, турап қуырғанша, мінекей жарты сағатымыз да өтті. Кәдінің де суы шығып дайын тұр екен. Осылай қолымызбен қысып суынан ажыратамыз. Егер сізге видео рецепт түсініксіз болса, астына комментарий бөліміне пікіріңізді жаза кетіңіз. Үлкен табаға бағанағы турап қуырып алған заттарымызды қосамыз. Одан бөлге тартылған ет, тұз, өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштерді, мен қара бұрыш, паприка, чили қосамын және жұмыртқаны қосып араластырып, пешке салатын ыдысқа салып біркелкі етіп жаймалаймыз. Айтпашы, толық рецебін осы видеоның астында описание бөлімінде жазып қоямын, сол жерден қарап оқысаңыз болады. Міндетті түрде тамағымыз жабысып қалмас үшін табаның астын майлаймыз және бағана мен ашып турамас бұрын пешімізді алдын ала қосып қойған болатынмын. Тамағымызды қызып тұрған пеште 200 градуста 50 минутқа қоямыз. Ол піскенше ірімшікті үкіштің ірі көзінен өткізіп қоямын. 50 минут өткен соң бетіне сеуіп пешке 15 минутқа қоямыз. Содан кейін пешті өшіріп 5 минутқа демін алғанша қоямын. Бұл тамағымыз пеште піскен котлет болғандықтан қасына міндетті түрде гречкадан немесе пюреден гарнир жасап ұсынсаңыздар болады. Тамағымыз өте пайдалы, өте қоректі, қажетті заттарға бай болды. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер, қорықпаңыздар, кәдінің дәмі де білінбейді. Және көріп тұрғандарыңыздай, көп уақытты да қажет етпеді. Кәдінің қазір сезоны ғой, сондықтан жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Өте дәмді, қуырылмаған пайдалы котлетіміз дайын. Ас болсын, достар.